Вау, достар, енді керемет жерге келдім жүгіретін. Қарашы, қандай табиғат. Керемет. Жер мынандай. Бірақ сол жүгіруге арналған. Спортпен айналысуға, демалуға. Міне, жағдай жасалған. Негізі қимыл кезінде, жүру барысында көптеген ойлар келеді, еске түседі баяғы кездер. Қазір есіме түсіп тұр, мен 4 жыл бойы Питерде, Санкт-Петербургта оқыған кезде Царское село деген бар. Қасымызда сол Царское село деген заповедник болатын. Тура общежитиенің университеттің қасында керемет заповедник. Тура осыған ұқсастығы ғой, короче. Айттым келгені. Мындай талдарды үйге, конечно, егіп қоюға армандайсың, күшті бақшаң болса деп, бірақ Аллах тағала жеңілдігін беріп бізді, мені мысалға 4 жыл бойы сондай заповедниктің қасында тұруды бұйырды. О жақта да осындай сосна, дуб, неше түрлі талдар, керемет гүлдер бар тұғын. Екатеринский дворец, Пушкиннің оқыған лицейі, музейлер күшті жер еді. Ал енді міне қазір Кореяда да Ичон деген қалада тұрдық, былтыр, биыл енді Тэджон деген қалаға көшіп келдік. Міне дәл біздің үйіміздің қасы мынау. Қараңыздаршы. Аллах тағаланың құдіреті шексіз ғой. Ниеттене беріңіздер, жақсы нәрсе ойлай беріңіздер, жақсы нәрсені армандап блокнотыңызға жаза беріңіз. Бір жеңілдігін беріп, өзі түсінбей қаласың ғой, қалай келіп қалдым мен мына жерге деген сияқты ойға келіп қаласыздар, достар. Мына қараңыздар, не жазу екенін білмеймін, бірақ алдында тайландтық достарымызбен осы жерде қар жауған кезде біраз суретке түсіп, қарға тамсанып, видеолар түсірген кезде сұрадым мен сол досымнан. Кәрісші біледі ғой. Сол айтты, мына тұрған кәрістердің ұлттық зданиесі тұр ғой, соның названиесі деді. Тып-тыныш, айналамда бір дыбыс жоқ. Тағылдар керемет. Ғимараттар және де тау. Бұлтты аспан. Керемет жер мынау, достар. Жүгіру аяқталды. Тағы бір нәрсе айта салайын дегенім. Дина төлеп берген. Телеграмда өзінің каналы бар екен. Соны мен кеше білдім. Жазылдым. Ол жердің ерекшелігі бір кітап таңдайды екен да. Кешіріңіздер, ырсылдап кеттім ғой, бір кітапты таңдайды екен да. Соны оқиды екен, 2 аптаның ішінде оқып бітіру керек. Одан кейін обсуждение басталады сол жерде. Комментарийде. Гауһартас деген кітап оқып жатыр екен. Қазір 7 февраль күні жіберілген ол кітап. Файлы жіберіледі, кәдімгі тегін ашып оқи бересің. Өте ыңғайлы. Сол 2 аптадан кейін бітеді уақыты, сонымен обсуждение басталады. Енді мен үлгергенше оқимын деп ниеттеніп отырмын. Бастап қойдым. Бастағанда біраз сөз түсініксіз болды, қазақша сөздер. 2-3 қайтара оқыдым ғой бірінші бетін, содан кейін барып кішкене түсіндім. Абыш туралы описание басталады. Бірінші Гауһартасты оқығандарыңыз бар ма? Абыш деген персонаж туралы описание басталады. Бірақ кім айтып жатқаны түсініксіз болды да, маған сөйтсем оның інісі екен ғой айтып жатқан. Одан кейін барып түсінікті болды, сосын қайтадан оқыдым. Кейін түсіндім. Бірақ түсінбеген сөздерін білмеймін енді. Бұрын кеуге шықпай жатып, көкемнен сұрай салатынмын, әкемнен. Ол сразу переводтап беретін, өзі біледі ғой. Енді сол көкем жетіспей жатыр маған бұл жерде. Гуглдан біраз қарап, зерттеп барып оқу керек, асықпай деп ойлап жатырмын. Что-то Google есіме түсіпті, қазір миыма түсіп қарсаңыздаршы. Сол достар. Гуглда просто көне сөздер табылар ма екен? Табылмас па екен, бірақ қазір дамып жатыр ғой, бәрі табылып қалатын шығар, қаласыздар. Все, давайте мен үйге кірем. Егіріп, тамақ беріп, балдарға өзім де тамақтанып алайын. Красота какая, смотрите. Вот это горы перед нашим домом, вот наш дом. Это горы. А вот этот тот лес, где я бегала только что.